Нихуя подышки көрмеді. Табылды жаңағы голосовойдағы жылаған бала. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, жақсы. Рахмет, бірге болсын. Қалай, есім кім, інім? Жолшыбек. Жолшыбек? Жасы нешеде? 18-де. 18-де. Көкпармен қанша болды айналысып жүргені? 2 жыл болды осы. 2 жыл. Ана голосовойды кімге жібердің, сол қызық болып тұр. Қалай болғанын вообще? Тәтеме жіберген ол. Тәтен. Бермейсіздер анамды. Ол сенің голосовойын бәрін таратып жіберді дейсің ғой, иә? Ол өз қазғұртқа кеткен, балқашқа кеткен ол, бірақ енді аттар соня еңізде атты бермейсіз деп жылап жіберген. Молодец. Зато сол голосовоймен танымал болдың. Сол саған бір нормальный, жақсы көкпар ойнайтын бір ат бұйырса атадым. Қазір ойланам, может Астанадан табам ба, либо Чимкенттен, чтобы ары бері тасымайтын, может Чимкенттен бір ат табам. Потом өзім келіп бір табыстаймын саған бұйырса. Көкпарға барып, может бірге ойнаймыз. Сен айтасың ғой, поддержка жоқ, өзім поддерживать етемін сені. Бұйырса. Настрой қалай? Тренировка жасайсың ғой самое главное, да? Иә, Құдай қаласа барамыз қазылып береді. Да. Ертең ана атты алып сат жоқ болып кетіп жүрме. Ондай жоқ. Да, уәде бересің ғой, көкпар ойнайсың, тренировка жасайсың. Арақ ішпейсің, темекі шекпейсің, да? Красавчик. Міне, осы бала табылды. Енді Алла тағала айтады ғой, бұйырған кетпейді дейді ғой. Сол балаға міне ат бұйырып тұр екен.